Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингі және оның еншілес ұйымы Қазақстан Даму банкі банкаралық несиелеу бағдарламасының аясында 35 миллиард теңге несие берді. Бұл қаржы өңдеуші кәсіпорындарға, яғни экономиканың нақты секторына жұмсалды. Бүгінде кәсіпкерлер 5 жыл мерзіммен несие ұсынатыны аталған бағдарламаның тиімділігін жараса айтуда. Банкаралық несиелеу бағдарламасын өткен жылдың соңында Бәйтерек холдингі Қазақстан Даму банкімен бірлесіп іске қосқан. Нәтижесі жемісті. Еліміздегі екінші деңгейлі отандық 6 банкке бөлген 45 миллиард теңгенің 35 миллиарды игеріліп, 27 ірі индустриалды инновациялық жоба қаржыландырылған. Даму банкінің қаржысы сауда мен қызмет көрсету саласына емес, Қазақстанның экономикасының нақты салаларына шикізатты өңдейтін кәсіпорындарға жіберетінімізді айтқым келеді. Бұл жеңілдетілген несиені Шығыс Қазақстан облысындағы Май және Өскемен арматура зауыты сынды 2 ірі кәсіпорын пайдаланған. Арматура зауыты сол зайыммен кәсіпорында жаңғырту жұмыстарын жүргізіп, құрал жабдықтарын жаңалап, өндіріс көлемін ұлғайтқан. Кредит мы получали от... Бұл несие бізге өте тиімді болды. Соның арқасында зауытымыздың одан әрі қарқынды жұмыс істеуіне жағдай жасадық. Май акционерлік қоғамы Шығыс Қазақстандағы тамақ өнеркәсібімен айналысатын ең ірі кәсіпорындардың бірі. Мекеме бүгінгі таңда зор сұранысқа ие ауыл шаруашылық өнімдерін өңдейді. Общий объем производства 135 миллионов тонн. Өндіріс көлемі жылына 135 миллион тоннаны құрайды. Компанияда 300-ге жуық адам жұмыс істейді. Сондықтан біз ол кәсіпорынды қуана қолдадық. Кәсіпорынның айналым қаражатын толтыру үшін біздің тараптан 2,8 миллиард теңге берілді. Қазақстан Даму банкі Бәйтерек холдингіне кіргеннен бері оның несиелік портфелі 32%-дан 48% өскен. Бұл ел экономикасына қосымша 200 миллиард теңге салынды деген сөз. Мақпал Мадиярова, Қанат Абилдин, хабар.